Шешесін көріп қызын ал, ыдысын көріп асын іш деген қазақ мақалында пәлсапалық, әлеуметтік терең ой жатыр. Демек, ұлт тұрмысында аз сақталатын ыдыс-аяқ мәселесі де шет қалмаған. Оған үлкен мән бергендігіне жоғарыдағы бір ауыз сөз куә. Ата-бабаларымыз ыдысты көбіне ағаштан, жылқы, ешкі терісінен, мыс, жез сияқты металл бұйымдарынан жасаған. Солардың ішінде басты ыдысы кәдімгі қара қазан. Қазан басқа ыдыстарға қарағанда қазақ өмірі мен мәдениетінде алатын орны мүлде жоғары. Өйткені ол күнделікті тіршілік құралы. Қазақ дастарханына түсетін тағамдардың барлығы да қымыздан басқасы ең алдымен осы қазаннан өтеді. Халық жай ғана қазан демей, оны қара қазан деп қастерлеп айтады. Бұл жерде қара сөзі қасиетті, киелі, берекелі деген ұғымды білдіреді. Қазан шойынның жарты шар үлгісінде құйылады, ұстауға қолайлы 4 құлағы болады. Сыйымдылығына қарай көлемі әр түрлі болады. Ең үлкенін 12 қарыс қара қазан немесе тай қазан дейді. Қазан басындағы ас пісіретін адамды еркек, әйел, қазаншы дейді. Қазан кәдімгі 3 пұтты ошаққа немесе жер ошаққа асылады. Бетіне қақпақ жабылады. Отырықшы жерде арнайы қазандыққа орнатылады. Көшпелі елде қазан қирамасы үшін оған қалың кенеп киізден арнаулы қазанқап жасалады. Оттан көтеріп алғанда қол күймес үшін және күйе жұқпасы үшін тұтқыш қолданады. Ол қол басына киілетіндей 2 киіз қалтадан қолғаптан жасалып, ұзындығы қазанның 2 шетіне жететіндей жіппен қосақталып байланады. Қазан түбіндегі қаспағын құру үшін қырғыш пайдаланады. Ол темірден жасалады. Қазан тоқшылық пен берекенің, ырыс несібенің айғағы, қасиетті киелі ыдыс. Ұлттық әлеуметтік тарихи оқиғаларда да қазанның алатын айрықша орны бар. Қазанын сындыру отбасын ойраңдаудың, қазанын төңкеру аштықтың, масқаралаудың белгісі. Мысалы, 7 жарғыда өлім жасасына бұйырылған адам айып төлеп құпталады. Оның біріншісі қара қазан төлеу. Сол сияқты Абылай хан Көкшетаудан көшкенде Арғын Бекболат бидің қуып келетінін біліп, өз қара қазанын жұртына тастап кетуінде үлкен философиялық ой болған бар еді. Оны зерделі би Бекболат дәл шешіп атының басын тартқан.